Баршаңызға сәлем. Бүгін біз трубочки с кремом жасаймыз. Ең алдымен қамырына кірісеміз. Видеода көрсетілгендей, ұнға осылай сары майды және қаймақты бір жұмыртқаны барлығын салып, илеп, қамыр жасап аламыз. Осы қамырды тоңазытқышқа 30 минутқа демалуға жібереміз. Енді қамырымызды оқтаудың көмегімен осылай жайып аламыз. Сосын әрқайсысын осылай пышақтың көмегімен кесіп алып, примерно 7 штуктай шығады. Осындай конус формаға осылай орап аламыз. Барлығын орап болған соң, противенге барлығын қойып, жұмыртқаның сарысымен жағып, духовкада 180 градуста 15 минутқа беті қызарғанша пісіріп аламыз. Трубочки духовкаға жібергеннен соң креміне кірісеміз. Бізге кремге шекер мен суды плитаға қойып, оны қайнатып аламыз. Сиропымызды қалай дайын болған білу үшін біз суға сиропты тамызамыз. Сонда сағыз секілді солай созыңқы болып дайын тұру керек. Ал ақуызды миксермен араластырып, сол сиропымызды жаймендеп құйып, біркелкі меренга болғанша араластырамыз. Трубочкаларымызды шығарып, оны суытып, сосын ішіне кремдерімізді құямыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Бұл трубочки тез жасалынады және өте дәмді. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Менің каналыма міндетті түрде тіркеліп кетіңіздер. Алда неше түрлі рецепттер болады. Түсінбеген жерлеріңіз болса, міндетті түрде комментарийға сұрақ қойсаңыздар болады, мен жауап беремін. Видеоның астында рецептпен бөлсем, бұл рецептте менде 7 штук шықты. Егерде өздеріңіз көп жасайтын болсаңыздар, әрине оны 2 есе көбейтсеңіздер болады.